Өмірім өзгермей жатыр деген адамдар осы видеоны тыңдаңыздар, сақтап алыңыздар. Қазір күшті бір техника айтамын. Мысалға, мынандай техника бар, скрининг деген. Скрининг деген, яғни таңнан кешке дейін өзіңді бақылайсың. Мен не ойлап отырмын, не сезіп отырмын, то есть қандай эмоциядамын мен деген сұрақ қоясың өзіңе. Мысалға, жағымды, жағымсыз эмоциялар бар, адамда. Егер сенің ол эмоциялар қайдан пайда болады? Эмоция сенің ойыңнан пайда болады. Бірінші ойыңды бақылайсың. Сол ой саған сол сезімді береді, сол эмоцияны береді. И сол сен эмоцияны сен вселенныйға, яғни мына өзіңнің полеңе жібересің. Адам поледен тұрады. Адамның айналасы поле, немесе аура деп айтады. Соған сені излучаешь. Яғни сен сол ойды излучаешь, сол эмоцияны излучаешь. Жалпы ой ол электромагнит, электрлік күші бар, ал эмоцияның магниттік күші бар. Сондықтан эмоция сол барлығын тартады, магнитша тартады. Яғни сол үшін де сенің өмірін өзгермейді. Что излучаешь, что и получаешь деген осы нәрсе. Сондықтан бұл жерде біз фокусты анықтауымыз керек. Скрининг арқылы сен фокусыңды анықтайсың. Сені фокусың неде? Күнделікті сен нені ойлап жатсың? Ақшаң жоқ па? Ақша жоқтықты ойлап жатсың күнделікті. Күйеуге тие алмай жатсың ба? Соны ойлайсың кешке шейін. Ақша таба алмай жатсың ба? Соны ойлайсың. Бір нәрсені сата алмай жатсың ба? Соны сата алмай жатқаныңды ойлайсың. Күйеуіңді жамандайсың. Ол андай, ол мындай. И, конечно, ол сондай болады, потому что сен соны күнде айтып отырсың ғой. Бұл өмірде біздің жазғанымыз, айтқанымыз орындалады. Сондықтан да соған мән беріңіздер. Фокустарыңыз қай жақта, соны анықтаңыздар. Егер фокусыңыз сіздің әрдайым сол минуста болса, минус, то есть сіздің проблемаңызда болатын болса, әрине сіз соны ғана тартып жатсыз деген сөз. Ал сіздің фокусыңызды өзгертіп, плюс нәрселерге фокусты назар аударатын болсаңыз, күнделікті өміріңіздегі бір нәрсеге шүкір айтып, о, мынау күшті деп назар аударатын болсаңыз, фокусыңыз өзгере бастайды. Сондықтан скрининг жасаңыздар. Что я излучаю этому миру деген сұрақ қойыңыздар, және мен күнделікті не ойлап жатырмын, қандай эмоцияда отырмын дәл қазір деген сұрақты бірнеше рет қойыңыздар. Сол кезде өздеріңізді түсінесіздер.